Сәлем оқырман. Дәулет Жансая божай үштігі болып кетті ме? Дәулеттің ойы Жансаяға деген шынайы екені көрінеді. Жансая бірақ божайдың көз қарасынан кейін ойланып қалғандай болды. Бірақ Жансая кішкене болсын Дәулет сезімім бар деді. Жансая жобада отыр. Бәрі өз орында, бірақ оның ойы шашыраңқы. Дәулеттің ұсынысы басынан шықпай қойды. Ол бұл жай ғана ұсыныс екенін түсінеді, бірақ бір нәрсе оны тоқтатып тұрғандай. Қайырлы кеш, құрметті достар. Біз енді ғана эфирден шығып, аузымызды енді ашайын деп жатыр. Енді айтпақшы, сіздердің қолдауларыңызды сезіп жатыр. Рахмет үлкен. Енді аузымызды осында мегафишке келіп, латықпен ашайын деп жатыр. Енді Жансая деген сұлу үміткерім бар. Да, я оператор. Кер десең, қасында сосын деген бар, Гүлнұр бар. Жансая Дәулетке деген аздаған сезімін мойындағанымен, божайдың реакциясы оған күмән ұялатты. Оның ішінде белгісіз бір сезім күресіп жатты. Ассалаумағалейкум достар. Қаншымыз ұйықтайын деп жатырық. Мыналар ұйықтамайды сай болмай екеуі. Мынан жатсын қыр. Мынан жатсын қыр. Ой, бля. Ой, бля, будет. Мынау барыс.